Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен кереметтей етіп фарш пен пицца жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі 500 грамм ұнымызға бір жұмыртқамызды жарып алып, дрожжімізді қосатын боламыз. 2 шай қасықтың көлемінде дрожжи себемін, бірақ бұл жерде қасықпен есептемедім, көз мөлшерімен ала салдым. Сіздер кішкентай шай қасықпен 2 қасық қоссаңыздар жетеді. Енді дрожжімізді сеуіп алған соң су қосылған суымызға тұз қосып ерітіп алған суымызға, жылы суымызға осылай қамырымызды илеп алатын боламыз. Қамырымызды илеп ашытып қоямыз 2 сағатқа, 1 сағат, 1,5 сағатқа. Енді дайын осы тартылған фаршымызды алып, қызып тұрған табамызға кішкене бір 10 минуттың көлемінде қуырып алатын боламыз. Көп қуырмаймыз, өйткені бұл бізде фарш пиццаның бетіне салынатын болғандықтан духовкада тағы да пісетін болады. Сондықтан 10 минут көлемінде ғана қуырып алатын боламыз. Біз енді міне 2 сағат көлемі өткеннен кейін дайын болған нанымызды, қамырымызды яғни алып, мен бұны 3 пицца шығатындай етіп 3 бөлікке бөліп алатын боламын. Бірінші сумаймызды жағып жіберемін. Мінекей осылай жағып шығатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Егер пицца ұнаса, маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда басқа да пиццаның түрлері бар. Басқа да тамақтың түрлері бар. Менімен бірге болыңыздар. Мінекей нанымызды 3 бөлікке бөліп, кішкене сәл-пәл тындырып, демалтуға қойып қоятын боламыз. Міне әбден тынған нанымызды табамызға алып, табанынан астына сары майды жағып, оның бетіне осылай нанымызды біркелкі етіп басып шығатын болатынбыз. Енді осы нанымыздың үстіне кетчупымызды жағып шығатын боламыз. Бәрін біркелкі етіп жағып шығамыз. Барлық жеріне. Өте дәмді пицца болып шығады. Тіркелуді менің каналыма ұмытпаңыздар. Мінекей біз дайын қуырып алған фаршымызға нанымыздың үстіне салатын боламыз. Мен майонез қосқан жоқпын, өйткені фаршым майлы болып тұр. Сондықтан майонез қоспадым. Енді осы дайын болған пиццамызды пешке 15-20 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Енді осы аралықта біз сырымызды, яғни ірімшігімізді үккіштен өткізіп даярлай беретін боламыз. 150 грамм сырымызды үккіштен өткізіп, дайын болған пісіп шыққан пиццамыздың үстіне сеуіп, 5 минуттай тағы да духовкаға қойып пісіріп шығатын боламыз. Міне барлық жеріне сеуіп шықтым. Міне пиццамыз дайын болды. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.